Сонымен қатар алтындарда көп естіп жатамыз. Заводская проба деп атады, қолдан жасалған проба деп атады, апробированный деп айтады. Соның ішінде, яғни завод пен цех туралы айтатын боламын қазір сіздерге. Завод-производитель деген не дейміз, Завод-производитель деп, яғни заводская проба, заводская алтын деп айтып атады ғой. Завод дегеніміз сол бұйымның моделін, сол қай елден шықты, соның эмблемасын, завод-производитель, в общем, бәрін жазады пробаға. Мысалы, мынау проба болатын болса, Қазақстанның барыстың басы, біздің Қазақстанның эмблемасы. Мына жерде қандай неге сәйкес келеді? Мысалы, 585-ші проба болса 585, 750 болса 750, және өзіміздің қазақстандық эмблема қойылады. Бұл дегеніміз заводская проба, яғни завод бізге не істейді? Бір өнім. Мысалы, Cartier өнімін алатын болсақ, ол заводтан шықты. Өзінің сертификаты бар, өзінің штрих-коды бар, өзінің пробасы бар заводская.